Дамыған елдердің барлығын қарап отырсаңыздар, олардың биліктегі адамдарға қашанда оппозициялық партиялардың өкілдері ауыстырып отырады олардың бәрін. Биліктегі адамдарды. Америкада Байденді осы Трамп келіп ауыстырды. Францияда да солай оппозициялық партия бар оларда да. Егер биліктегі партия немесе биліктегі айталық парламент дұрыс заң қабылдамаса, онда олар жүздеген мың адамдарды көшеге шығарып наразылық жасайды. Ал енді Қазақстандағы оппозицияның жағдайын өздеріңіз білесіздер. Қазақстанда әу баста оппозицияға қудалау болды, қатты қудалау болды. Әсіресе Назарбаевтың кезінде. Бізде оппозициялар болды. Ең бірінші оппозицияларымыз біздің Назарбаевтың жанында жүрген адамдар еді. Олардың көбі мына президент Назарбаев демократиялық бағыттан ауытқи бастаған кезде, заңды бұздыра бастаған кезде шыға бастады оппозициялар. Олардың жақтастары да баршылық еді. Олар партия қылып үлгермеді көбі. Мына КДТ деген партия, Қазақстанның демократиялық таңдауы дейді, ДВК деген партияға бірікті. Бірақ оны әлі күнге дейін тіркелмеген партия деп айтады. Мыңдаған адамдар жақтайды оларды, бірақ солай. Міне осы қудалау, заңсыз қудалау. Бұларды мысалы 2005-2006 жылдары түрлі оқиғалар болған кезде алаңға жүздеген, мыңдаған адамдар шығатын еді. Қазір бір адам да бара алмайды. Неге? Өйткені түрлі заңдарды шығарып тастаған. Оппозициялық партиялардың бәрін қудалап, олардың лидерлерін түрмеге жауып, абайларды түрмеге жауып, олар қашып құтылып әйтеуір шетелде жүр. Міне осындай. Ал енді шетелде заң бар. Олар қудалауға болмайды. Қудалайтын болса заң ондай неге мүмкіндік бермейді. Сотқа берсе, оппозициялық партиялар, олар соттамайды. Соттауға болмайды. Конституциясында солай жазылған. Бізде де солай жазылып еді, бірақ ауыстырып тастады ғой. Міне сондықтан да оппозиция 30 жылдық қудалаудың нәтижесінде, әлі де қудалаудың нәтижесінде бізде оппозициялық партиялар тіркеле алмайды. Оппозиция жоқ бізде. Бізде оппозиция деп парламентте жүрген партиялардың бәрі жай партиялар. Олар ештеңе айта алмайды. Сылап сипап қояды бірдеңелерді. Бізде оппозициялық партия жоқ. Жартылай оппозиция, өтірік оппозиция, қолдан жасалған оппозиция деп айту керек оларды. Енді ондай партия болу үшін мына Конституцияда ол жазылу керек. Сот тәуелсіз болу керек. Үш биліктің тармағы бірін-бірі ұстап тұратындай болу керек. Мына атқарушы билік сайланбалы болу керек. 4 жылдан кейін кету керек. Ал заң шығарушы билік ол да тәуелсіз болу керек. Одан кейін мына сайлау жасайтын сайлау комиссияларын ешқашанда бір партия жасақтамау керек. Оны оппозициялық партиялар қатысып отырып жасақталу керек. Бұлар өздеріне сай биыл жаңағы сайлау нелерін жасап алған, заңдарын жасап алған. Ертең сол өздеріне сай комиссияға өздеріне сай адамдарды алып келеді. Содан кейін өтірік бюллетендерді салады, мұғалімдерді жабады. Содан кейін өтірік дауыс алса да олар сайланып тұрады. Бізге сондай қалыптастырып қойған. Бұл не көрсетеді? Бұл оппозицияның жоғын көрсетеді. Оппозиция болса, олар олай істей алмайды. Бізде сот
бийлиги төбөлсүз болса, онда иштей албайт олар. Міне осындай тәуелсіз сот бийлигин бәрін кулаткан бизден Нурсултан Назарбаев болатын. Міне осының бәрін біз қайтадан орнына келтіруіміз керек. Мына жаңа конституцияда ол орнына келтірілмеген, сол бұрынғы қалпында қалдырылып тұр. Бұл келешек ұрпақтың алдында тұрған міндет деп ойлаймын.